Саламатсыздар ма? Қайырлы күн баршаңызға. Менің атым Айсата. Тағы да айта кетейін. Бүгінгі тақырып ең сұранысқа ие болып тұрған тақырып жайлы айтайын деп тұрмын. Яғни нанобальзамдар деген не өзі? Түсінбей жатыр адамдар. Нанобальзамдар деген не ол? Дәрі-дәрмек па, БАДы ма? БАДы десе елдің бәрі түсінеді не екен, иә? Дәрі-дәрмек десе оның бәрі түсінеді. Бірақ нанобальзамды не екенін түсінбей жатыр. Бұл қалай десем екен? Дәрі-дәрмек, БАДы қалай жұмыс жасайтынын білесіз адамның ағзасында, иә? Ал бұл нанобальзамдардың олардан артықшылығы және адамның ағзасында қалай жұмыс жасайтыны, бұл не екендігі, бұл клеткалық деңгейде адамның ағзасын қоректендіру. Бір сөзбен айтқанда, клеткалық деңгейде сіздің ағзаңыздың бүкіл барлығы клеткадан тұрады, миллиардтаған клеткадан. Қанның өзі барлығы басыңыздан аяғыңызға дейін клетка, то есть миллиардтаған клетка бар. Соның әрбірінің ішіне кіріп жұмыс жасайтын өнім бұл. Яғни емдік шөптің сығындысынан дайындалған концентрат. Клеточный питание деп айтылады, орысша айтқанда. Яғни бір сөзбен айтқанда, сіздің ағзаңызды кез келген ауруға күресе алатындай. Яғни ол үшін не күреседі? Бірінші болып біздің иммунитет, иә? Иммунитетіңізді көтеріп, қаныңызды тазалап, әрбір ішіңіздегі орган дұрыс жұмыс жасау үшін осы нанобальзамдар сіздің ағзаңызда клеткалармен жұмыс жасайды. Әрбір органыңыздың сыртымен емес, яғни органның ішіндегі клетка, каждый клетка кіріп жұмыс жасайтын өнім. Түсінбей жатқан адамдар, нанобальзам деген не өзі деген көп сұрақ болады. Нанобальзам деген сол. Бұл клеткалық деңгейде адамның ағзасын қоректендіру және де адамның ағзасын тазалап, керекті витаминді толтырып, адамның ағзасына энергия беріп, кез келген вирус, бактерияны жеңіп шығатындай, кез келген қандай қиын ауру болмасын жеңіп шығатындай ағзаны қалай десем екен, 24/7 робот жасайтын өнім ғой. Бұл өнім, және сразу айта кетейін, ешқандай адамның ағзасына 1%-ға даже зияны жоқ. Побочный эффект деп айтады, зияны жоқ, ешқандай. Жана туылған сәбиден бастап үлкен апа атаға дейін қабылдайды. Міндетті түрде қабылдау керек, қабылдайды емес, қабылдау керек. Аяқ ауыр әйелдер болсын, кез келген. Не үшін? Себебі біріншіден біздің қазір жеп жатқанымыздың барлығы 100 емес 1000% химия, синтетика, ешқандай натуральный ештеңе қалған жоқ. Яғни біздің ағза уже постепенно өліп жатыр ғой, органдар өліп жатыр, клеткалар өліп жатыр. Керекті өзіне 100% витаминдерді ала алмайды. Әрбір орган өзінің дұрыс жұмысын атқарамайды. Сондықтан да адамның ағзасы ауруларды жеңіп шыға алмай жатыр. Вот дәл осы нанобальзамдар деген сіздің кез келген ауруыңызды жеңіп шығатын, кез келген вирус, бактерияны жеңіп шығу үшін жасалынған өнім. Клеткалық деңгейде қоректендіру.